Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерді осындай әдемі тортпен таныстырғым келіп отыр. Бұл торттың аты королевский торт деп аталады. Үнемі осы рецепт бойынша дайындаймын бұл тортты. Өте оңай және жақсы шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарай отырыңыздар және де комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керек заттармен таныстыра кетейін. Бізге 30 грамм жүгері крахмалы, 380 грамм қаймақ, 200 грамм қант, 160 грамм ұн, шым-шым тұз, 12 грамм қамыр қопсытқыш және 3 жұмыртқа қажет. Алдымен 3 жұмыртқамызды шым-шым тұз салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз кішкене көпіре бастаған кезде дайындап қойған қантымызды біртіндеп сала бастаймыз. Жұмыртқамыз әбден көпіріп, әппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Сонда біздің бисквиттеріміз әдемі пісетін болады. Ендігі кезекте құрғақ заттарды араластырып аламыз. Олар жаңағы ұн, жүгері крахмалы және қамыр қопсытқышты осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы жұмыртқалы массамызға қаймағымыздың жартысын салатын боламыз. Қаймағымыз бөлме температурасында жылып тұруы қажет. Және де жаңағы дайындап алған құрғақ қоспалардың жартысын қосамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп қоюға болады. Одан кейін осылай венчиктің көмегімен ақырындап араластырамыз. Миксерді пайдаланбаймыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін қаймағымыздың қалған бөлігін саламыз. Ұнымыздың да қалған бөлігін саламыз. Тағы да жақсылап қамырымызды басып алмай ақырындап араластырамыз. Енді осы шыққан қамырымызды өлшеп аламыз. Менде 1055 грамм, яғни бұл жерде ыдысымызды шегеріп тастаймыз, сонда 900 грамм болады. 3-ке бөлеміз, себебі 3 түрлі зат қосатын боламыз. Осылай 300 граммнан өлшеп 3-ке бөліп аламыз. Енді салмаларын дайындайтын боламыз. 80 грамм грек жаңғағы, 50 грамм көкнар, яғни мак, және де 70 грамм өрік мейіз пайдаланамыз. Грек жаңғағын блендерда үгітіп алатын боламыз. Ал кепкен өрікті ұсақтап турап аламыз. Салманы тек пісіретін кезде бірақ салатын боламыз. Ең бірінші грек жаңғағы қосылған қамырда пісіреміз. Алдын ала
формамызды дайындап аламыз. Духовкамызды, яғни пешімізді қыздырып қоямыз. Бұл жерде менде форма диаметрі 20 см, 180 Цельсий градуста 10 минут көлемінде пісіретін боламыз. Піскенін осылай зубочистканың көмегімен байқайтын боламыз. Яғни құрғақ болатын болса, онда біздің бисквитіміз пісті деген сөз. Келесі, өрік пен мейіз қосылған салманы қамырды пайдаланамыз. Енді пісіп шыққан бисквитімізді осылай кольцодан шығаратын боламыз. Ол үшін шетін осылай пышақпен алдымен кесіп аламыз. Біздің бисквитіміз дайын болды. Өте әдемі шықты. Енді келесі кезекте өрік мейіз қосылған бисквитімізді пісіреміз. Қамырды құйған кезде қамыр ортасына жиналып қалады, сондықтан шетіне қарай осылай ысырып тегістеп аламыз. Ол бисквитімізді пісіріп болғаннан кейін жаңағы макты қосатын боламыз қамырымызға. Жақсылап араластырып алып, бұны да пісіріп аламыз. Ендігі кезекте біздің бисквиттеріміз әбден суығанша крем дайындайтын боламыз. Крем үшін творожный сыр, сүзбелі ірімшік, немесе осындай сливочный сыр пайдалануға болады, яғни крем-чиз. 200 грамм крем-чиз және 100 грамм қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Орташа жылдамдықта біраз миксерлеп алғаннан кейін сливкимізді 33% пайдаланатын боламыз. 350 грамм көлемінде құйып аламыз да жақсылап жаңағы қою крем болғанша миксерлейтін боламыз. Алдымен аз жылдамдықта, одан кейін жылдамдығымызды көбейтіп, міне осындай қою крем аламыз. Креміміз дайын болды. Енді бұндай қою крем бізге торттың сыртын қаптау үшін қажет. Сондықтан 150 грамм көлемінде сыртына крем алып қаламыз. Сыртын қаптаған кезде әдемі болу үшін кішкене мак қосып жібердім. Сіздер өз қалауларыңызша жасауға болады. Бұл кремді араластырып болғаннан кейін арнайы кондитерлік қалташаға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді кезекте жаңағы қалған кремімізге 100 грамм мөлшерінде 20% қаймақ қосамыз. Себебі сұйық креміміз кішкене сәл сұйықтау болса, жақсы сіңетін болады. Сонда бисквиттеріміз жұмсақ әрі дәмді болады. Сол кремді дайындап алдық. Енді бисквиттерімізді қағаздан, жаңағы пергамент қағазын алып дайындап аламыз. Осылай енді тортымызды жинайтын боламыз. Алдымен өрік мейіз қосылған бисквитті қойдым, одан кейін грек жанға қосылған бисквит және де жоғарғы бөлімде мак қосылған бисквит. Сіздер өз қалауларыңызша жасауға болады. Бір бөлігіне ештеңе, жаңағы ешқандай салмақ қоспай жасауға болады, немесе какао қосып жасауға болады. Тек курага қосып жасасаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша әртүрлі етіп жасауға болады. Кремін дайындап алған кремін барлық бөлігіне жағып, осылай
тегістеп аламыз. Және де әбден тегістеп алғаннан кейін кем дегенде 2-3 сағат тоңазытқышқа қоямыз, немесе кешке жасап таңертеңге қалдырып қойсаңыздар болады бір түнге. Себебі креміміз әбден тортымызға сіңуі керек. Одан кейін барып сыртын қаптайтын боламыз. Ертеңгісін тортты тоңазытқыштан шығарып, осылай кольцодан шешіп алдым. Енді кезекте сыртын қаптайтын боламыз. Сыртын қаптауға қалып қалған креміміздің басын кесіп, жаңа кондитерлік қалташаны осылай кремімізді жағатын боламыз. Басында кішкене су жиналып қалады, ол ештен кетпейді. Егер де сізде асық ыстық болса, немесе жаңағы тортыңызды тез дайындағыңыз келсе, онда кремді алып қалмай-ақ сол бетте де жағып сыртын қаптап қойсаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде кем дегенде 1 сағат, 2 сағат тоңазытқышта тұруы қажет. Осылай шпательдің көмегімен тегістеп аламыз тортымызды. Қалған кремдерін осындай кішкене крем аз болып қалған жерлерге жағып, бетіне жағып, тегістейміз әбден. Егер тортыңыз тегіс емес шығып жатса, оған көңіл күйіңізді түсірмеңіз, себебі барлығы тәжірибемен келеді. Бірнеше торт пісіргеннен кейін тортыңыз теп-тегіс болып шығатын болады. Ең бастысы дәмді болғаны және де отбасыңызға ұнағаны. Немесе қонаққа пісіретін болсаңыз, жаңағы келген қонақтарға ұнаса жеткілікті. Торт әбден тегістелді. Кескен беттегі түрі өте әдемі шықты, дәмді шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді, берекелі болсын.